Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің айдарымыздың кейіпкері театр саласында талай жыл қызмет етіп, оның ішінде сахнада қойылатын спектакльдердің кейіпкерлерін сан қырынан қобылтып, грим салудың хас шебері атанып жүрген Қаныкүл Ниязалықызы. Ендеше біз кейіпкерімізге аяңдай түсейік. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Бүгін біздің көрермендерімізге кімнің образын ұсынбақшысыз? Бүгін осы біздің актеріміз, жас актер Мамбет. Мамбеттен мен үлкен ақсақал жасайын деп отырмын. Ол үшін сіз қандай бояуды қолданасыз? Әртүрлі бояуларды қолданамын. Бірінші міне вазелин жағып аламыз, одан кейін мынаны шашты бұйралаймыз. Сақал мұрттарды, шашты бұйралайтын біздің бірінші неміз бар. Мына біздің шаш бұйралайтын, сақал мұрт бұйралайтын нәрсеміз. Осымен бұл ежелден келе жатқан неше жыл болды. Мысалы, 40-45, 50-60 жыл десем, өтірік айтпаймын. Осыны аламызды мына бүйтіп бұйралаймыз. Оны отқа қыздырамыз. Бірінші клейді жағамыз. Клейменен жабыстырдық. Енді мұрытын клей жағып орналастырамыз. Былай болады. Одан грим жағамыз. Общитон деп қоямыз. Мынандай грим осыншама әртүрлі светтен тұрады. Біздің Мамбет талай-талай грим өтті. Бұл актеріміздің басынан әртүрлі кейіпкерлерді ойнады. Жақсы-жақсы кейіпкерлер. Мысалы, соның ішінде? Соның ішінде Мамбет өзің ешқандай андай кейіпкер. Батырларды ойнады. Қыз жібекті Бекежанды ойнады. Сыған сериалында Аликова Сығанды ойнаған. Қаныкүл апай, сіз айтыңызшы, бұл өнерді қайдан үйрендіңіз? Бұл өнерді бірінші мен өзім Москвада оқығам, цирк эстрада училищасын бітірдім. Сол кезде грим сабағы өтетін. Ол сабақты өзім жақсы көретін едім. Курстастарым бәрі кетіп қалғанда мен тағы бір 5-6 адам осы грим сабағына қалып қалатынбыз. Сонда үйредім. Одан кейін оны бітіргеннен кейін Арқалық театрына барып актриса болып орналастым. Одан кейін осы Жамбылға 74 жылы келгенбіз. Осы Жамбылға келгеннен кейін актриса болып жұмыс істедім. Балдар кішкентай болғандықтан осы грим саласына ауыстым. Ал театр сахнада қойылымның кейіпкері болған ұнай ма, әлде көбірек сол кейіпкердің образын жасап шығарған ұнай ма? Актерлардың келбетін салып образын жасау үшін де оңай емес қой енді. Бірақ өзім бұрын актриса болсам деп ойлап едім. Осы жасаған дүниелеріңіздің ішінде ең бір атап өтетіндері бар ма? Атап өтетіндері ең бірінші Ателла болды. Жоғары жақта тұр, Ателла ең бірінші ат деп, құласаң нардан құла деп, ең бірінші жасаған гримім менікі Ателла болды. Шекспирдің Ателла спектаклі. Одан кейін Фурманов, тағандай Ленин, Сталиндер, Абай, Қазбек би, Төле би, осының бәрін жасап келе жатырмыз әйтеуір. Мамбет енді сахнаға шығарып жүрсең болады. Біздің кейіпкеріміз дайын.
сахнаға шығуына рұқсат көрермендері тосып қалған болар. Яғни құрметті көрермендер, бүгінгі біздің кейіпкеріміздің грим салу бөлмесімен таныстық. Ендеше келесі шеберханасына жол тартайық. Жүріңіздер. Мінекей біз бүгінгі кейіпкерімізді тағы бір қырынан танытпақшымыз. Мұна біз тұрған дүкендегі ою-өрнекпен көмкерілген әсем киімдердің барлығы Қанығүл апайымыздың қиялынан туған десек болады. Ал қанекей біздің кейіпкеріміз де құлпыра түсті. Клара апке, айтыңызшы, мынау өрнектерді кім сызады? Мына осы өрнек, осы мата, осының бәрін бұл менің қызым Гүлімдің жазған, шығарған, суретін салады. Сол қызымның шығарған костюмдары деп атасақ болады. Мынау да сол қызымның қолынан шыққан. Осының бәрін суретін салып, қандай моншақтар тағылу керек, қандай осы бөрік қандай болу керек, көйлек қандай болу керек, бәрін осы Гүлім дейтін үлкен қызым бар. Сол қызым осыны как дизайнер осының бәрін сызып шығарады. Кәсіпті дамытқандарыңызға неше жылдың көлемі болды? Бұны дамытқанымызға, былайша айтқанда, осы Таңшолпан деген мына менің қызымның аты ғой, мына кішкентай немеремнің қызының аты. Немерем неке 10-11-ге келді. Осы 11 жыл болды. Бұдан 20-25 жыл бұрын-ақ осындай кішігірім тігіп үйде өзім осындай жасайтын едім. Өз қызымды, үлкен қыздарыма арнап, өзімнің қыздарыма. Кейін немерелерім осылай жасай бастадық. Ал айтыңызшы, осы өнердің түрі сіз анамнан дарыды дедіңіз. Сізден кейін сіз қызыңызға үйреттіңіз. Ал осы тұста мен Таңшолпаннан сұрағым келеді. Таңшолпан, сен осы қолөнердің түрін сен де жалғастыруға дайынсың ба? Иә, мен де сурет саламын, ою-өрнектер саламын. Осы өнерді ары қарай жалғастырамын. Ал Клара апке, театр актерларын грим салу шеберлігімен бір қуантып жүрсеңіз, қазақтың қыз жігіттерінің көркіне көрік қосып, мынандай әдемі көйлектеріңізбен қамтамасыз етіп жүргеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің айдарымыз осымен тамам. Амандықта жолыққанша.